Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығының Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріңіз. Сағат қанша болды? Бірінші сағат тура 1 болды. Екінші сағат тура 3:30 болды. Сағат 12:45 болды. Сағат 6:35 болды. Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы уақыт. Жаңа сөздер: жарым, кеткенде, қалғанда, сағат, тура, уақыт, жұмыстан тыс уақыт. Бірінші тапсырма: сөздерді бағандарға бөліп жазыңыз. Сағат, бөлім, жалақы, жауапты, құжат, көрнекті орындар, ғимарат, меңгеруші, іссапар, ойын-сауық орталығы, апта, тамашалау, тапсырма, еңбек өтілі, тыс уақыт, ұйымдастыру, 1:30. Осы сөздерді уақыт, жұмыс, қала деген 3 бағанға бөліп жазыңыздар. Тексеріңіз. Уақыт: сағат, апта, тыс уақыт, 1:30. Жұмыс: жалақы, бөлім, жауапты, құжат, іссапар, тапсырма, еңбек өтілі, меңгеруші. Қала: ғимарат, көрнекті орындар, ойын-сауық орталығы, тамашалау. Келесі тапсырма: тиісті жалғауды қойыңыз. Шығыс септік: нан, нен, дан, ден, тан, тен. Барыс септік: ға, ги, қа, ке. Тексеріңіз. Біз үйінен тыс жерде кездесеміз. Биыл университетті 500-ге жуық студент бітірді. Мен қазір қаладан тыс жерде жүрмін. Одноклассник.ру сайтына жұмыстан тыс уақытта кіруге болады. Ақтөбеде 30-ға жуық спорт алаңы салынды. Сенбі күні сағат 10-да ата-аналармен бірге келген 400-ге жуық бала Динамо стадионында жиналды. Үшінші тапсырма: мәтінді оқыңыз. Христофор Колумбтың тапқырлығы. Христофор Колумб өмірінің соңғы жылдарын Испанияда өткізді. Атақты саяхатшыны халқы мақтан етеді. Bir күні кардинал Мендоза Колумбтың құрметіне ас береді. Оған қаланың ақсүйектерін шақырады. Кардинал саяхатшыны қатты мақтайды. Колумбты мақтағаны ақсүйектерге ұнамайды. Американы табу онша қиын емес дейді олар. Сонда Христофор кардиналдың қызметшілерін шақырды. Олар Христофор Колумбқа бір жұмыртқаны әкелді. Бір жұмыртқаны кім үстелдің үстіне тікесінен қоя алады деп сұрайды. Қонақтар қоя алмайды. Саяхатшы жұмыртқаны қолынан алды да домалақ жағын ұрып жарды. Жұмыртқа үстелдің үстіне тік тұрды. Бұны көрген қонақтар, бұл өте жеңіл дейді. Сол кезде саяхатшы, жақсы, онда неге осылай істемедіңдер дейді. Сұраққа жауап беріңіз. Христофор Колумб қандай жаңалық ашты? Әрине, Американы ашты. Алғашында кардинал Мендозаның үйіндегі қонақтардың
Атақты саяхатшыға деген көзқарас қандай болды? Христофор Колумбты кардинал Мандезидің мақтағаны оларға ұнамай отырды. Американы ашу онша қиын емес деген ойда болды. Колумб қонақтарға қандай тапсырма ұсынды? Бұл жұмыртқаны кім үстелдің үстіне тікесінен қоя алады деген тапсырма ұсынды. Христофор Колумбтың тапқырлығы қалай байқайды? Христофор Колумб жұмыртқаның домалақ жағын ұрып жарады да, жұмыртқаны үстелдің үстіне қояды. Осымен біздің мәтініміз аяқталды. Келесі тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз. Тыс, шу. Тексеріңіз. Мұнайшылардың жалақысы 200 мыңға жуық теңгені құрайды. Кешке жұмыстан тыс уақытта кездесейік. Егер журналдың тұсаукесеріне 100-ге жуық қонақ жиналса, онда бәріне біздің журнал ұнады деген сөз. Біз 20-ға жуық іс-шара ұйымдастырдық. 5-ші тапсырма. Тиісті жалғауды таңдаңыз. Мысалы, ұялы телефонды үстелдің үстіне қой. Тексереміз. Ұялы телефонды үстелдің үстіне қой. Дәурен театрдың есігін ашты. Курстастар мәліметтерді жазып алды. Оқытушы жаңа ережені түсіндірді. Біз қазақ тілі оқулықтарын алдық. Іс-шаралар жоспарын меңгерушілерге көрсетіңіз. Мына кітапты оқы. Мекеменің сауалнамасын бүгін толтырды. Сағат 10:30-да әріптестеріңізді тест тапсыруға шақырыңыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.